Сәлем достар, сіздермен бірге Тока Лайф арнасы. Бүгінгі менде видео ауылға бармаймын деп аталады. Бүгінгі кейіпкерлер әкесі, анасы және қызы. Ал ендеше біз видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Алло, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Жақсы бізде де бәрі. Ақнұрды ма? Неге? Не деп жатыр? Жарайды, қашан бару керек? Жақсы. Жарайды, онда давайте. Не деп жатыр? Ақнұрды ауылға бару керек. Не үшін? Ол барғысы келмейді? Ауылда жүрсін, кішкене ауылды білсін деп жатыр. Демалыста ма? Я, жазы келді ғой, қазір жазғы демалысқа 1-2 күн қалды. Жарайды, онда Ақнұрға айту керек шығар онда. Я, ол бірақ қарсылық танытады. Жарайды, онда қазір мен обед дайындайын, сосын айтармыз. Жақсы. Маған жұмысқа кету керек, тезірек дайындам. Жарайды. Не дайындасам болады екен? Так. Келіңдер шайға. Ақнұр, кел шайға. Аха, бара жатырмын. Қандай тамақ екен бүгін? О, бургер. Иә. Ас болсын. Рахмет. Қызым, саған бір нәрсе айту керек. Я, айта беріңіздер. Сен жазғы демалыста ауылға барасың. Неге? Мен барғым келмейді ауылға. Сол себепті атапаң сені көргісі келіп жатыр. Ой. Қашан барамын мен? 1-2 күннен кейін уже барасың. Мен барғым келмейді. Енді ата-апаң сені көргісі келіп жатыр ғой? Жарайды. Қызым, мына жер жинай салшы. Жарайды. Посудомойкаға сала салам. Жарайды. Қызыңнан уже настроениесі түсіп кетті ғой? Я, ол бірақ ауылға барғысы келмейді, сондықтан ғой. Я. Енді бару керек шығар? Ұят қой. Я, сол ғой. Ой, мен ауылға барғым келмейді. Ол жақта вообще интернетті ұстамайды. Мен қалай ауылға барамын? Так. Мен ауылға барғым келмейді. Сондықтан да не істесем болады екен, а? Қызым, ау. Сен ертең баратын болдың. Бүгін киімдерімді жинай бер. Қалайсың да? Енді атаң сөйтіп айтып жатыр ғой? Ой. Немене 1-2 күннен кейін не ертең? Барым келмей. Так, не істесем болады екен, а? Бірақ бару керек қой. Жарайды. Ауырып қалсам бекен? Ауырып қалсам жоқ. Ауырым келмейді менің. Жарайды, душқа түсіп алайын онда мен. 1-2 күн болып қайтатын шығармын ол жақтан. Так, болдым. Енді шашымды демлеп тұрып тарап алайын. Бірақ мен қалай 1-2 күн телефонсыз жүремін? Даже білмеймін. Ал мен не киіп барамын? Так. Мен мынаны киіп барам. Мен өзім косметикаларымды саламын қазір. Қазір кейін салам.
ертең жолға шығатын болғандықтан мен тек қана сып қоямын, болды. Так. Алло, привет. Қалайсың? Я, жақсы. Бірақ бір жағдай болып қалды. Ой, саған қатысты емес қой. Айтайын ба? Мен енді ертең ауылға кетейін деп жатыр. Мен ауылға мүлде барғым келмейді. Ол жақта вообще свет те ұстамайды ғой. Я, солай жаман вообще. Мен қалай 1-2 күн шыдаймын? Я, мен де сен орында болсам шыдамайтын едім. Я, сол ғой. Қазір мен уже киімдерімді реттеп қойдым. 1-2 күн болып қайтатын шығармын. Я, давай бүгін бір жаққа шығып қайтамыз. Нешеде шығасың? О, давай мартқа барайық. Давай онда, так, кешкі 5-те шығайық. Аха, жарайды, давай, подруга. Так, онда мен мынаны киемін тоже. Сосын боянып алам, және болды. Так, мен барып өзім балмұздағымды жеп келейінші, либо чипсы ма. Так. О, коктейль. Көңілді болыпсың ғой, не болып қалды? Ештеңе. О, давай мынаны жейік. Айтпақшы, кешім, мен бүгін кешке сағат 5-те подругамен мартқа барып қойсам бола ма? Жарайды, бара бер. Ақша керек па? Я. Неше керек? Примерно 10 000-дай керек болып қалады. Жарайды, кешке берем. О, рахмет. Ура! Так, ноутбуктан біресе қарайыншы. О, давайте. Келесі күн. Таңғы сағат 7. Қызым, тұра ғой. Қайырлы таң. Ой, мама, не болды? Мен ұйқым келіп тұр. Біресе болып қалды ма? Жоқ, ештеңе болған жоқ, сен ауылға кетесің ғой бүгін. Ой, енді азанмен тұрып кету керек па? Енді ауыл біраз жер ғой. Сондықтан тұр, киімдеріңді ретте, жүр, тамақ ішіп ал. Қазір 5 минут. Ай, жарайды. Тезірек кел, шай істеп қоям. Жарайды. Ай, жарайды, тұрайыншы. Ай, ұйқым ашылып кетті ғой. Так, болды. Басқа киімімді киіп алайыншы. Міне мынау нормально. Енді кішкене ауыстырып тұру керекпін ғой, күн сайын. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Шығуға дайынсың ба? Я, дайынмын. Бірақ мен барғым келмейді. Қызым, енді барып келе ғой енді 1-2 айға. 1-2 ай? Я? Ал сен не деп ойладың? Мен 1-2 күн деген деп ойладым. Қызым, енді сен 1-2 ай боласың ғой, ояқта жазғы демалыста. Ауылда боласың ғой. Той, 1-2 ай деген қалай? Ұзақ қой. Оған дейін мен алып кетіңіздер. Қызым, енді ата-апаңның қасында ауылда болсай, ауыл күшті ғой. Я, соны айтам ғой. Жоқ, мен ауылда болғым келмейді. Той, 1-2 ай мен қалай шыдаймын? 1-2 ай тез-ақ зырғып өтіп кетеді.
Ой, мен болдым. Киімімді жинаймын. Мына қызды 1-2 айдан кейін алып кету деген ойбай болмайтын сияқты ғой. Енді ата-апасының қолына барады ғой, басқа жаққа бармайды. Бірінші киініп алайын. Көңілім қатты түсіп кетті. 1-2 ай дегенде. Қалай мен 1-2 ай шыдаймын телефонсыз? И то ауылда. Жарайды, тезірек салайын. Қызым дайын болған шығар, біз кеттік ал. Аха, жолдарың болсын. Не, телефонды ұмыттың? Я, рахмет. Қызым, дайынсың ба? Я, дайынмын. Кеттік онда. Ал, міне қызым, келдік. Мәссаған. Но не тауықтар? Фу, мен қорқам. Тауықтан қорққан нес? Ана не құс? Ол көгершін. Ода қорқуды қажет етіп. Жарайды. Достар, осымен менің бірінші сериям аяқталды. Сіздермен болған Тока Лайф арнасы. Келесі серияны күтіңіздер.